Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгінгі видеода чикен пісіретін боламыз. Чикеннің ең бірінші қазір мариновкасын жасайтын боламыз. Бізге ең бірінші қажетті заттар: паприка, су, және приправа для кефси. Мінекей мынандай болады. Острый түрі мынау, сары түрі. Ол екеуін араластырсаңыздар да өте керемет кететін болады. Және мынандай магина второй. Мінекей осындай болады сырты. Осы қажет болады, және де кішкене ғана мөлшерде қара бұрыш пен тұз қажет болады. Неке ең бірінші чикенді бөліп аламыз, қанатын алып тастаймыз бірінші, және де қақ ортасынан бөлетін боламыз. Ең бірінші осы қанатын алып тастаймыз. Бізде кейін крылышки пісірген кезде де дәл осындай қанатын алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде мұны алып тастау керек, және де ортасынан бөлетін боламыз. Бізде осындай чикеннен 2 штук шығады. Егер де сіздер 20 чикен пісіретін болсаңыздар, 10 крылышки алатын боласыздар. Қақ ортасынан бөлінген кезде бізде 20 штук шығатын болады. Барлығын осылай бөліп шығатын боламыз. Ең бірінші мариновкасын жасайтын боламыз. Барлығын, біз дайындап алғанымыздың барлығын үстінен қосатын боламыз. Тұзымыз бен қара бұрышымызды. Менде бұл жерде 50 штук, яғни 25 крылышки бөлдім. 50 штук чикен шығады. Приправа для кефси кетті. Ең соңынан суымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де кем дегенде 25-30 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінекей бізде мариновка осындай қою болған жағдайда тағы да кішкене су қосып жіберетін боласыздар. Кішкене суда тұруы қажет. Мінекей су қосып тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Мариновкасы сіңуі керек. Мінекей барлық жеріне жеткізіп. Иісі деген сондай керемет болып шығады ғой. Дәмі де прям шикарно болып пісетін болады. Мінекей осылай араластырып, енді 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінекей достар, бізде чикен 30 минутқа тұрды. Мариновкада кем дегенде 30 минутқа қойыңыздар. Және де қазір біз қияр мен және де сухой смес дайындайтын боламыз. Ең бірінші керекті заттар бізге жұмыртқа, және де крахмал, міндетті түрде кукурузный крахмал қолданасыздар. Және де осындай приправа для кефси, 2 түрі тұр. Менде бұл жерде острый және де сары түрі. Су және де ұн қажет болады. Ең бірінші біз қиярын дайындайтын боламыз. Қиярға бізге жұмыртқа және де үстіне суымызды қосамыз. Араластырамыз жақсылап. Үстіне бізден кішкене ғана қосамыз осы приправа для кефсиден. Жартысын осында қосамыз. Сары түске айналып көрдіңіздер ме? Қияр. Сол кезде чикеніміз сап-сары өте әдемі болып пісетін болады. Және де ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың барлығын емес, аз ғана мөлшерін қосамыз. Бізде мынау қияр кішкене қатты қою емес, және де сұйық емес, орташа көлемде болып шығу қажет. Мінекей достар, бізде қияр дайын болды. Мінекей осындай көлемде болу керек. Қатты сұйық емес, және де қатты қою қылмаңыздар. Енді біз қазір сухой сместі араластыратын боламыз. Ұнымыздың үстіне қалған біздің приправа для кефсиімізді саламыз. Үстіне крахмалымызды саламыз. Мінекей барлығын қосып алдық. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Оны, приправа барлығы, крахмал барлығы араластырылуы қажет. Барлығы осылай біріккен кезде ғана. Осылай дайындап аламыз. Және де қиярымызды қоямыз. Ең бірінші чикенімізді алып, бірінші қиярға салып аламыз. Осылай. Енді ұнымызға ұнататын боламыз осы сухой смесімізге. Дәл осындай болу керек. Және де осылай біздің тарелкамызға дайындап алатын боламыз. Майымызды қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған майымызға салып пісіреміз. Бірақ астын кішкене орташа көлемде қоятын боламыз. Тарелкамызға дайындап қойымыз бәрін. Мінекей достар, бізде майымыз қызып тұр. Енді біздің дайын болған чикендеріміз салатын боламыз. Бисмилля. Кішкене бір қыздырып аласыздар да, астын міндетті түрде сәл басып қойыңыздар.
өйткені ортасы піспей қалуы мүмкін. Мінекей достар, екінші жағы осындай кішкене қызарған кезде, мінекей осындай сарғыш болу керек. Екінші бетіне ауыстыратын боламыз. Екінші бетінде дәл осындай қызартып пісіріп алатын боламыз. Қатты күйдірмеңіздер, өйткені бетім қызады. Осындай сарғыш болған өте әдемі көрінеді. Мінекей достар, бізде чикен дайын болды. Сондай хрустящий, сондай керемет болып шықты. Мінекей шикарно болып. Светін өзін қараңыздар, сондай шикарно көрінеді. Дәл осылай пісіріп алыңыздар, қатты қызартпаңыздар. Сондай хрустящий тема болып шықты. Мінекей, сіздер де осылай жасаңыздар. Осымен біздің чикеніміз дайын, дастарханға ұсына берсеңіздер болады, достар. Прям цвет шикарно болып шыққаннан қараңыздар. Сондай тема болып шықты. Мінекей, дәл осылай жасаңыздар, қатты қызартпаңыздар. Осылай жасап дастарханға ұсына берсеңіздер болады.